барлық матчын тікелей эфирде QFootball.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп, QFootball.kz-те қосылып, футзалды тамашала. Армысыздар қадірменді көрермен, арнамыздың тікелей эфирінде футзал және Қазақстан чемпионаты. Бүгін Ақтау қаласында Каспий мен Орда командалары қарымта ойындарын өткізеді. Кеше командалар матч өткізді. Ақтау қаласындағы керемет спорт кешенінде біз Қазақстан чемпионатының аясындағы өте бір тартысты, Қазақстан чемпионатындағы үздік қақпашылардың бірі. Ал қазір қателік және есеп ашылды. Нұрхан Байзақов. Қақпаға соқ, өте тамаша бағанаға тиді қазір. Ой, жақсы. Таразбас теңестірмек команда капитаны Эвертон. Қателік және контрашабыл бұл жерде. Орда командасы Кайо. Ұрымтал сәтті отынды пайдаланған болатын. Риси. Алыстан соққы және Бақдәулет Өмірзақов өз орнында. Өте тамаша қорғанды. Көбірек ұстап жатыр. Және өте сенімді ойнауда қазір контрашабыл және еселеніп кетеді екен. Дәл солай. Гильерме де Араухо Фалькао командасының голдан аман алып қала алмады. Қараңызшы, допты әдемі тастады. Қайратұлы барынша енді қорғауға тырысқан болатын, бірақ голды көріп отырмыз. Қарақұлов пас беруде қателік жасады және Фалькао Гильерме қақпаға. Қарақұловқа Кенжеғалиді қазір жанталасып жатыр. Тамаша пас енді есеп теңесті. Өте жақсы ойнады және Кенжеғали екеуі жақсы ойнады. Мінекей Маңғыстаудың сонымен Риси Эвертонға бір пас беруге болады. Тамаша сәт, команданың капитаны тепкен болады. Қазір Риси тамаша пас Эвертон. Күлтін бұл. Соққы және Каспий. Қараңыздарша. Күтір ғана қалды. Бұл жерде Ағаниязов әдемі пас шығарып берді. Өте жақсы. Риси тамаша допты тартып алды және капитан Қарақұлов Рисиге берді және Нұрхан Байзақов пас және соққы Гильерме тепті. Ақжол Қайратұлы тамаша. Жақсы. Тағы да Нұрхан Байзақов соққы жасайды. Есеп теңесті. Нұрхан Байзақов дубль авторатанды. Есеп 3-3. Ақжол Қайратұлы бұл жолы командасының голдан алып қала алмады. Контрашабыл. Қақпаға соққы жасау керек. Осы жерде Гильерме тептік болды, бірақ Ақжол Қайратұлы және Ақжол Қайратұлы кезекті мәрте Гильерме тебетін секілді. Қақпаға тікелей соққы жасай ма екен? Жоқ, Гильерме теппейтін болды және алыстан соққы, ғаламат соққы. Жақсы ойнады және допты әдемі алып қойды. Сонымен кезекті шабуыл. Бұл жерде қақпаға соққыны жасаған Александр Лукин. Осылайша матч аяқталды. Ордабас командасы енді 19-20 сәуір күндері Астанамен өз үйінде матч өткізеді. Бүгінгі ойында жеңімпаз анықталмады. Кайо Оливера соңғы секундтарды ескерту қағазын алды. Ал есеп Қазақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде QFootball.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп, QFootball.kz-те қосылып, футзалды тамашала.